Саламатсыздар ма оқушылар? Біз бүгінгі сабағымызда үшбұрыштар теңдігінің екінші белгісімен танысамыз. Теорема. Егер үшбұрыштың бір қабырғасымен оған іргелес екі бұрышы, екінші үшбұрыштың сәйкес қабырғасымен оған іргелес екі бұрышына тең болса, онда бұл үшбұрыштар тең болады. Бұл теорема үшбұрыштар теңдігінің екінші белгісі деп аталады. Енді теореманы дәлелдейік. Бізге А, Б, С және А1, Б1, С1 үшбұрыштары берілген. Теорема шарты бойынша АБ қабырғасы А1, Б1 қабырғасына тең және А бұрышы А1 бұрышына тең, Б бұрышы Б1 бұрышына тең. Біз АБЦ үшбұрышының А1, Б1, С1 үшбұрышына тең екенін дәлелдеуіміз керек. А бұрышы А1 бұрышына тең болғандықтан, А1, Б1 қабырғасы АБ сәулесінде жататындай етіп, және С1 төбесі мен С төбесі АБ түзуіне қатысты бір жарты жазықтықта жататындай етіп, А1, Б1, С1 үшбұрышын АБЦ үшбұрышына келіп беттестірейік. Сонда АБ қабырғасы мен А1, Б1 қабырғасы тең болғандықтан, Б1 төбесі Б төбесімен дәл келіп беттесетін болады. Сонымен қатар, Б1 бұрышы Б бұрышына тең болғандықтан, Б1 С1 сәулесі БС сәулесімен дәл келіп беттеседі, және А1 С1 сәулесі АС сәулесімен дәл келіп беттеседі. Мінекей өздеріңіз қазір оны көріп отырсыздар. Ендеше С1 төбесі С төбесімен дәл келіп беттесетін болады. Бұдан шығатын қорытынды АБЦ үшбұрышы мен А1, Б1, С1 үшбұрыштары өзара тең. Біз теореманы дәлелдедік. Енді есептер шығарайық. Бізге мынандай есеп берілген. МЕ және ПН кесінділері К нүктесінде қиылысады. ПК КН-ға тең және КПЕ бұрышы КНМ бұрышына тең. МНК және ПКЕ үшбұрыштарының тең екендігін дәлелдеңіздер. Алдымен сызбасын салайық. МЕ және ПН кесінділері К нүктесінде қиылысады. Бізге ПК-ның КН-ға тең екендігі белгілі. Сонымен қатар КПЕ және КНМ бұрыштары тең деп тұр. Олай болса, МН және ПЕ нүктелерін кесінділермен қосайық. Сонда КПЕ бұрышы КНМ бұрышына тең. Енді МНК және ПКЕ үшбұрыштарының тең екендігін дәлелдейміз. Енді осы екі үшбұрыштың К төбесіндегі бұрышына назар аударыңыздар. МКН бұрышы және ПКЕ бұрышы. Бұл бұрыштар МЕ және ПН кесінділерінің қиылысуынан пайда болып тұр, яғни МКН бұрышы мен ПКЕ бұрыштары вертикаль бұрыштар. Ал біз вертикаль бұрыштардың өзара тең болатындығын білеміз. Сонымен, бір үшбұрыштың бір қабырғасымен оған іргелес жатқан екі бұрышы, екінші үшбұрыштың сәйкес қабырғасымен оған іргелес жатқан екі бұрышына тең екендігін байқадық. Олай болса, үшбұрыштар теңдігінің екінші белгісі бойынша МНК үшбұрышы ПКЕ үшбұрышына тең болады екен. Міне есептің бізден сұрап отырғаны осы. Сонымен оқушылар, біз бүгінгі сабағымызда үшбұрыштар теңдігінің екінші белгісімен таныстық. Енді үйден өздеріңіз мынау тапсырманы орындап, бүгінгі өтілген сабақты пысықтаңыздар. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.